Сондықтан баланың ауруы Құдайдың сынағы екені анық. Ол ата-анаға берілген сынақ па? Әлбетте, ата-анаға берілген сынақ. Бала бұл жерде, енді мен не үшін... Неге ата-анасы үшін жауап беру керек бала? Қазір айтайын. Иман тарапынан келу керек деп айтқанымда сол. Мысалы, жазықсыз Палестинада, басқа мемлекеттерде балалар өліп жатыр. Жалпы адаммен қайтыс, соның ішінде балалар еді. Балалардың не кінәсі бар? Бұл ол тұрмақ қылмыскердің қолында жапа шегіп қайтыс болған, өлтірілген баланың не кінәсі бар? Тіпті елдің ішінде сондай сөз бар, егер Құдай бар болса, соны сақтап қалмады ма деген сияқты нәрсе. Менің баламның не кінәсі бар еді? Бұл нәрсені түсіну үшін жаңа айттым мен, иман керек. Алла тағала маған осыны берді, бұның артында қайыр бар, Алланың алдында дәреже бар. Білесіз бе? Былай айтылады кітаптарда, ескі кітаптарда, бір науқас бала дүниеге келсе дейді, сол науқастық себебімен дүниеден өтсе, мысалы ақыл кемдік деп айтайын, Алла тағала сол науқастың өзінен кешірім сұрайды дейді. Мен сені дүниеде басқаға қарағанда қор қылдым. Сол үшін дайындаған мәңгілік жәннетің бар саған деп. Сондықтан біз иман дәрежесіне келгенде бұл ауруды қабылдау жеңіл болады. Бірақ мынау талпындыру, ынталандыру, мотивация ретінде сол ауру балаға баққан аналарға айтарым, негізінде қазақ айтады, ауру емес, ауруды баққан ауру дейді. Оңай емес. Қазір бір адамды қарау, өзіңіз ойлаңызшы, әсіресе сәби бала, ол өседі. Өскен сайын оның күтімі де ауырлай бастайды. Сол моментте бұл әйелдің дүниеге сондай бала келтірген әйелдің қайын жұрты, өз жұрты, Құдай қосқан жары бұған жәрдемге келудің орнына бұны табалайтындар бар. Жығылғанға жұдырық. Сен осындай тұқымың ауру, немесе жатырың ауру, сенен болды, мүмкін ол ер адамнан шығар, мүмкін ол өзінің жүріс-тұрысының дұрыс еместігінен шығар деген сауалды өзіне бермейді. Бізде көбінесе әйел кінәлі болып шығады да. Сондықтан бұған түсініп, бұны қабылдау үшін ең бірінші иман дәрежесіне келу керек.